Менің елім бағдарламасы аясында аймақтардағы жастар арасында журналистика саласын дамытуға бағытталған Қазақстан Жастар Конгресінің жас медиа жобасы Шымкент қаласында сәтті аяқталды. Журналистика саласында құмартып жүрген жас буын 4 күн бойы эссе, мақала жазу, сюжет дайындау сынды тапсырмаларды орындады. Оларға елімізге танымал тележурналистер Гүлназ Ауданбаева мен Санди Исултан жетекшілік етіп, телеөнім дайындаудың қыр-сырын үйретті. Әйтсе де медиа тренерлер оңтүстік жастарының журналистикаға өзге өңірлерге қарағанда бір табан жақын екендіктерін дәлелдегенін айтып, іріктеу қиынға соғатынын жасырмады. Оңтүстік жастары жалпы қай өңірдің де балаларын бөліп жаруға болмайды, бәрі керемет. Бірақ біздің байқағанымыз оңтүстік жастары журналистикаға бейімделіп алған екен. Осы келген балалардың, қыз-жігіттердің ортасында өзінің карьерасын бастап кеткен, тіпті 16 жастан, бірі 12-13 жастан карьерасын бастап кеткен адамдар бар. Ерекше көзге түскенін саралап бөліп алуға міндеттіміз. Амалсыздан солай жасаймыз. Міне сол 5 қыз бен жігіт Астанаға барып, форумда өздерінің еңбектерін тағы да көрсетеді, осы жерде жасаған дүниелерін көрсетеді. Ол жерде үлкен басшылар болады, телеарна басшылары болады. Бәлкім олардың материалын көріп, бәлкім олардың статьясын, бәлкім олардың түрін, бәлкім олардың дауысын көріп, ой, мына баланы болашақта біз өзіміздің арнамызға шақырайықшы деген мүмкін бір ой келіп қалуы мүмкін. Сондықтан да біз қандай да бір жас медиа байқауы оларға осындай бір мүмкіндікті бере алатыны үшін қуаныштымыз. Сонымен қатар қатысушы жастар Қазақстан ұлттық телеарнасының Шымкент қаласындағы филиалы оңтүстік телеарнасында экскурсия жүргізді. Армысыздар, құрметті телегөрермендер, эфирде осы аптаның қорытынды жаңалықтары, студияда Асылбек Данияр. Өңірдегі жобаны қорытындылау кешінде 3 күн бойы талмай еңбек еткен қатысушылар өз материалдарымен таныстырды. Олардың бірі Шымкент қаласы туралы сюжет даярласа, бірі балалармен көңілді сұхбат құрды, ал кейбіреулері ерекше вайн әзірледі. Медиа жоба аясында орталық қатысушыларға одан әрі қарай да қолдау көрсетіп, өзге де журналистерге мүмкіндік ашу мақсатында жас журналистер мектебін ашты. Шарттарды бастап, бірінші қадамдарды бастап, бұйыртса өзіміздің осында мөлдір Бекеева, Таңшолпан Арманқызы отыр. Осы қыздарыңыздың бәрі сіздердің арттарыңыздан келе жатқан буын ғой енді. Бірақ сіздердің арттарыңыздан да тағы буын келе жатқанын еске салғым келіп, сіздердің де тәжірибелеріңіз бар. Көп жыл осы телеарнада жұмыс жасадыңыздар. Құдай қаласа сіздер де бос уақыттарыңызда жастарға келіп өздеріңіздің тәжірибелеріңізді бөлісіп. Сонымен шара қорытындысы бойынша Астана қаласында өтетін форумға Асылбек Данияр, Сәния Нариманова, Айғаным Амангелді, Ильяс Сәрсенбай және Аяжан Жамбыл жолдама алды. Оңтүстік Қазақстан облысынан Асылбек Данияр, Жеңіс Сыдықов, жаңалықтар қызметі.